Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Екінші курс қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының студенттеріне арналған ұжымдағы әлеуметтік психологиялық климат атты дәрісімізді ұсынуға рұқсат етіңіздер. Жоспар: әлеуметтік психологиялық климат, тұлғааралық қатынастар, негізгі көрсеткіштер және психологиялық климаттың негізгі ерекшеліктері. Еңбек ұжымның әлеуметтік психологиялық климаты бұл оның мүшелерінің тұтастай ұжымға қатынасының әлеуметтік анықталған салыстырмалы тұрақты жүйесі. Әлеуметтік психологиялық климат әрдайым тұлғааралық қатынастарға негізделеді, сондықтан олардың жағдайын көрсеткіші болып табылады. Тұлғааралық қатынастар дегеніміз бұл топ мүшелерінің бір-біріне қатысты көзқарасы, бағыттары мен үміттері жүйесі. Тұлғааралық қатынастардың бірлескен іс-әрекеттің мазмұнымен, ұйымдастыруымен, сондай-ақ адамдардың қарым-қатынасына негізделген құндылықтармен анықталады. Кез келген ұйымның бірлескен қызметі белгілі бір мәселені өндірістік, ғылыми, коммерциялық шешуге және оған қатысушылар арасында ортақ мақсаттың болуына байланысты. Жұмыс күшінің әлеуметтік психологиялық климаттың негізгі көрсеткіштері болып табылады. Топтың тұтастығын сақтауға деген ұмтылыс, үйлесімділік, бірлестік, байланыс, ашықтық, жауапкершілік. Ынтымақтастық дегеніміз не? Бұл біріктіретін процестердің бірі. Ол өз мүшелерінің тобына адалдық дәрежесін сипаттайды. Ол екі негізгі айнымалымен анықталады: тұлғааралық қатынастарға өзара жанашырлық деңгейі мен топтың мүшелері үшін тартымдылық деңгейін көрсетеді. Жауапкершілік – бұл ұйым қабылдаған ережелер мен нормаларын сақталу тұрғысынан қызметті бақылау. Он әлеуметтік психологиялық климаты бар бөлімшелерде қызметкерлерге бірлескен қызметтің сәттілігі немесе сәтсіздігі үшін жауапкершілік алуға тырысады. Байланыс және ашықтық – қызметкерлердің жеке қарым-қатынастарының даму дәрежесін, олардың арасындағы психологиялық жақындық деңгейін анықтайды. Бөлімдегі әлеуметтік психологиялық климат көбінесе топ мүшелерінің үйлесімділік деңгейіне байланысты. Үйлесімділік қызметкерлердің өзара байланысы және өзара тәуелділік дәрежесін анықтайды. Тиімді жұмыс тобы бұл психологиялық интегралды топ болып саналады. Мен санның орнына біз түсінігі пайда болады. Жеке мен тұлғаның пікірлері, бағалауы, сезімдер мен әрекеттерін жақындатады. Ортақ мүдделер мен құндылықтар пайда болады. Қосымша интеллектуалдық және жеке сипаттамалар көрсетіледі. Бірлесе отырып тапсырмаларды орындау, мәселелерді шешу кезінде адамдар белгілі бір топты қалыптастырады. Тек осы топ үшін когнитивті эмоционалды процестерді, мінез-құлық стратегиясын топ үшін жалпы әрекет стилін реттеуге тән болып келеді. Мұндай топтарда адамдардың тәжірибе алмасады, мінез-құлық стилін қабылдайды, жеке мүмкіндіктерінің шеңберін кеңейтеді. Өздерінің мақсаттары мен іс-әрекеттерінен басқа адамдардың мақсаттары мен әрекеттерін байланыстыру қабілетін, тілегі мен қабілетін дамытады. Қызметкерлердің өзара қимылын белгілі бір кезеңде команда оңтайлы үйлесімділік пен үйлесімділікке қол жеткізе алады. Бөлімдердегі психологиялық климаттың ерекшеліктері белгілі бір бөлімдегі және бүкіл ұйымдағы өндірістік, әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық процестерге әсер етеді. Жеке құрылымдағы әлеуметтік психологиялық климат ұйымның өндірістік жетістіктерін және оның нарықтағы орнын анықтайды деп сеніммен айтуға болады. Сондықтан ұйымның барлық бөлімдерінде жағымды әлеуметтік психологиялық климаттың диагностикасы және қалыптасуы әр қызметкер үшін өзекті мәселе болып табылады. Біз сізге бөлімдегі әлеуметтік психологиялық климаттың негізгі көрсеткіштерін зерттеу мүмкіндігін беретін 3 әдісті ұсынамыз. Нәтижелерді жүргізуге және өңдеуге өте қарапайым, уақытты үнемдейді, бірақ олар психологиялық климаттың сипаттамаларын тиімді диагноздай алады және оны оңтайландыру үшін тиісті шараларды қолданыла алады. Назарларыңызға рахмет.